Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен Орео чизкейк немесе Орео сметанник дайындаймыз. Біздің каналдағы жаңа рецепттерді біліп отыру үшін біздің каналға тіркеліп, колокольчик батырмасын басуды сұраймыз. Ең алдымен біз тестосын дайындаймыз. Бізде бұл песочное тесто болады, оған бізге ұн, сары май, какао, бір жұмыртқа, разрыхлитель және қант қажет. Ең алдымен сары майды ерітіп аламыз. Сары май суығанша бөлме температурасына дейін барлық ингредиенттерді қосып жақсылап араластырамыз. Барлық ингредиенттердің мөлшері описаниенің астында жазылған. Осылай араластырып, ең соңында сары майымызды құямыз да жақсылап тесто жасаймыз. Міне біздің тестомыз осындай болып шығу керек. Енді оны тоңазытқышқа 15-20 минутқа қойып қоясыздар. Ендігі кезекте біз начинкасын жасаймыз. Начинкасына ең бірінші ингредиент бізге қажет Орео печенькалары. Одан бөлек бізге сметана, 3 жұмыртқа, қант және кукурузный крахмал қажет. Ең алдымен жұмыртқамызды сметананың үстіне жарып, қантымызды және кукурузный крахмалды салып, міндетті түрде венчикпен араластырамыз. Миксермен, блендермен болмайды, себебі біздің начинкамыз өте сұйық болып кетеді. Өте ақырын ғана жаймен араластырасыздар. Осындай біркелкі масса шығады. Келесі кезекте бізде осындай Орео печенькалары, ішінде 10 штук болады екен. 5 штугын қалдырып, қалған 5 штукты осындай ұсақ бөліктерге бөліп турап шығасыздар. Енді оны бағанағы начинкамыздың үстіне ұсақ бөліктелген ореоларымызды құйып шығамыз. Менде форманың диаметрі 28, сұйық маймен жақсылап майлап, тоңазытқыштан тестомызды шығарып, осындай қолмен біркелкі қылып жайып шығасыз. Видеода көрсетілгенде жайып шыққан соң, үстіне начинкамызды құямыз. Оның үстіне жаңағы қалған 5 штук ореомызды осылай үстіне әдемілік үшін қойып шығасыздар. Енді вилкамен шет-шетін жөндеп, 200 градуста жарты сағат немесе 25 минутқа пісіріп аламыз. Пештен шыққан кезде басында біздің начинкамыз өте жұмсақ болып тұрады. Это нормально. Бөлме температурасында біраз суытып, одан кейін тоңазытқышқа салып қоясыздар. Сол кезде начинкасы өзінің формасын ұстап, жақсылап қатады. Міне біздің чизкейкіміз Орео дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Балаларға тіпті ұнауы мүмкін. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Егер де сіздерге біздің рецепттер пайдалы болған болса, лайк және комментарий күтеміз.